Еліміздің айбыны, мақтанышы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылғанына биыл 30 жыл толып отыр. Осы 30 жылдың ішінде еліміздің қарулы күштері барлық жағынан күшейтіліп, біліктілігі нығайып, алынбас қамалға айналып үлгерді. Тарихқа көз жүгіртсек, осыдан 30 жыл бұрын 1992 жылы 7 мамырда сол кездегі Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлығына орай әскеріміз құрылған. Яғни 7 мамыр Отан қорғаушылар күні болып белгіленді. Жыл сайын ел азаматымыз бұл күнді атап өтіп, рухтанып, елдің қорғаушылары бар екенін сезіне түсетін болды. Ең бастысы, ел тәуелсіздігін, аймақтың тұтастығын, мемлекеттің маңызды мүддесін қамтамасыз етіп қорғау жолында. Қырандай түлеп ұшқан арманымыз, біз бүгін өркен елдің сарбазымыз. Ант алып ар алдында сапқа тұрып, қорғаймыз туған жердің ар-намысын. Алға бас, қарышта жас ұлан, қанаты талмайтын жас қыран, жастықтың жігері бойында өзендей күші бар тасыған. Көк байрақ арайлаған нұр танымыз, жігіттің сынға түскен сұлтанымыз. Дұшпанға қатал болған достық берік, жау жүрек бауыржанның ұрпағымыз. Алға бас, қарышта жас ұлан, қанаты талмайтын жас қыран, жастықтың жігері бойында өзендей күші бар тасыған. Қара жер қаны сіңген бабалардың қорғауға шақырады балаларын.